Бәріне сәлем. Егер сіз Матрешка РП-да жаңа ойыншы болсаңыз, мына 10 кеңес арқылы алғашқы 1 миллионнан астам ақшаларыңды табуға болады. Бұл кеңестер өте пайдалы деп ойлаймын. Сондықтан арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ондай болса біз кеңесімізді айтып бастайық. Бірінші кеңес: ежедневный заданияларды орында. Олар арқылы ақшаңды көтеруге болады және ол жерден кейстер береді. Ол жерден тіпті көлікте түсіп кетуі мүмкін. Келесі екінші кеңес: бастаушыларға арналған жұмыстар бар. Оларды істесең, алғашқы ақшаларын табуларына болады. Үшінші кеңес: ойында казино бар, бірақ оған жолама. Ары кетсе, колесо фортуняды айналдыру үшін ғана бар. Төртінші кеңес: ақшаңды үнемде. Барлық ақшаңды бірден құртсаң, бәрін басынан бастауға тура келетін болады. Бесінші кеңес: Матрешкада форум дейтін өзінің форумы бар. Оны пайдалануды үйрен. Сол арқылы сен өзіне ұнайтын немесе бір тұрақты жұмысқа үлкен рангтан кіре аласың. Алтыншы кеңес: Матрешканың құқығын бұзба мүлдем. Әйтпесе сені түрмеге ұзақ уақыт отырғызуы мүмкін, немесе ұмыт беруі мүмкін. Одан да зорғысы бан және вар. Варың берілсе, 10 күн бойы тұрақты жұмысқа кіре алмай қаласың. Жетінші кеңес: ойында жұмыстарға үлкен рангқа кіруге тырыс. Мысалы, ОПГ-ның 7-8 рангқа кірген, зарплата 40-50 мың рубль көлемінде болады. Сегізінші кеңес: көлік жүргізгенде жол ережелерін сақта. Егер сен штрафтарын жинала беретін болса, 100 мың штраф болатын болса, сенің праваңды алып алады. Ал праваңды алу үшін 100 мың рубльді бәрін төлеуің керек болады. Тоғызыншы кеңес: тұрақты жұмыстың ережелерін сақта. Егер бір жерге строй деп шақыратын болса, ол жерге міндетті түрде бар. Ал бармасаң, выговор береді. Соңынан 3 рет қайталанып выговор беретін болса, сен жұмыстан автоматты түрде шығарады. 10-шы кеңес: форумдағы ережелерді сол арқылы заңды бұзбай жүре аласың. Матрешкадағы ең бай адам болудың 10 кеңесін мен айттым. Осы кеңестерді қолдан, сонда Матрешка РП-да бай әрі әділ ойыншы боласың. Сіздермен болған мен Ересбек. Арнаға тіркеліп, лайк басып жүргендеріңе рахмет. Давайте.